Берілген функцияның анықталу облысын тауып көрейік. Ол үшін арк синус x функциясының анықталу облысын еске түсіреміз. Арк синус x функциясының анықталу облысы аргументтің мәні -1 мен +1-дің аралығында жатқанда ғана анықталатын. Яғни біз былай деп жазамыз. -1 аргументтің орнында 1 қосылған x квадрат бөлінген 2x кіші немесе тең +1. Яғни мінекей 1 плюс x квадрат бөлінген 2x өрнегі -1 мен +1-дің аралығында жататын болса, онда арк синус өрнегінің мағынасы болады. Енді бұл теңсіздік, қос теңсіздіктер болады. Қос теңсіздікті біз жүйемен алмастырып шешетінбіз. Яғни былай деп жазамыз. 1 қосылған x квадрат бөлінген 2x үлкен немесе тең -1-ден 1 қосылған x квадрат бөлінген 2x кіші немесе тең 1-ден. Енді бөлшек рационал теңсіздіктерді шешуді білеміз. Оң жақтағы -1 мен +1-ді сол жаққа қарай өткізіп, ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. Сонда мынандай өрнектер шығу керек. Плюс x квадрат бөлінген 2x плюс 1 болады. Мына жақтан -1 болып келеді. Бөлінген 2x -1 кішіне тең 0-ден. Енді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, қандай теңсіздік шығады екен? Бөлімінде 2x, алымында 1 плюс x квадрат минус, жоқ, плюс болады екен. 2x-ті мынаған толықтауыш ретінде көбейтетін болсам, плюс 2x болады екен. Үлкен немесе тең 0-ден. Екінші бөлшекті де дәл солай ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 2x ортақ бөлімі болады. Бірінші бөлшектің алымының өзін жазамыз. Минус 1-дің толықтауыш көбейткіші ретінде 2x-ті жазатын болсақ, 2x бұл жерде кіші немесе тең 0 деген теңсіздік болады. Енді осы жерден алымында тұрған өрнектерді ұқсас мүшелерін біріктіріп жазсақ, бізде x квадрат плюс 2x плюс 1 деген өрнек шығып тұр. Олай болса, ол бізге мынаны береді. 1 плюс x-тің квадраты бөлімінде 2x үлкен не тең 0-ден. Ал енді екінші теңсіздікте x квадрат минус 2x плюс 1 болып тұр. Яғни ол бізге x минус 1-дің квадраты бөлінген 2x береді. Кіші немесе тең 0. Енді осы теңсіздіктер жүйесінен әрбір теңсіздікті интервалдар әдісімен кескіндеп алайық. Бөлшектің алымында 1 плюс x. Алымын 0-ге айналдыратын нүкте бізде -1. Ал бөлімінің үзіліс нүктесі 0 болады. Сонда бірінші теңсіздіктің сан түзуін кескіндесек, -1 ол бөлшектің алымында тұрғандықтан боялады, ал 0 бөлшектің бөлімінде тұр. Ол ашық дөңгелек күйінде қалады. Және тағы бір ескеретін жағдай, 1 плюс x-тің квадраты болғандықтан, жаңағы осының 0-і екі жағында таңбасы бірдей болады. Белгісі оқып қойайық, мінекей интервалдар әдісіне салғанда, яғни осы жерде таңба екеуінің бірдей болатынын ескереміз. Сонымен 2x оң сан, мына жақта да оң санмен басталып тұр. Яғни біз плюс, минус, минус деп жазамыз. Бізге керегі үлкен немесе тең 0. Тең 0 мына жерде бар, ал үлкен 0 аралығы 0-дің оң жағында орналасады. Екінші теңсіздікті дәл осылай орналастырамыз. Бірінші бөлшектің алымынан шығатын 0-іміз 1 болады, а бөлімінің үзіліс нүктесі 0. Ендеше 0-дің астында 0, жоғары жақта 1-ді бояп қоямыз. Себебі тең таңбасы бар бізде. Дәл жаңағыдай x минус 1-дің квадраты болғандықтан 1-дің екі жағындағы таңба бірдей болады. Осыны ескереміз. Сонда бізде екеуінде де бірінші x жазылып тұр. Олай болса, оң жақтағы аралық бірінші плюспен басталады. Екі жағында бірдей болады дедік плюс, онда келесі минус болады. Сонда бізде мынандай болады екен. Мінекей. Бұл жерде бізге керегі 0-ден кіші аралығы, яғни минус аралықтары. Минус аралықтарын кескіндеп шықсақ, мынандай. Енді ортақ нүктелерді табамыз. Көңіл аударып қарасақ, теңсіздіктің біріншісінде де, екіншісінде де ортақ аралық жоқ. Бірақ -1 нүктесі бірінші теңсіздікті қанағаттандырады, ал екінші теңсіздікті қанағаттандыратын сан аралығында жатады. Сол сияқты +1 екінші теңсіздікті қанағаттандырады, а ол бірінші теңсіздікті қанағаттандыратын сандар аралығына тиісті болып тұр. Олай болса, берілген теңсіздіктің шешімдері -1 мен 1 ғана болады екен.
минус 1-нен 1 қалады. Сонда dy тең болады минус 1 және плюс 1 нүктелері. Бұл деген сөз берілген функцияның анықталу облысында минус 1 және плюс 1 деген нүктелер бар деген сөз.